Ас бағдарламасы біз өздеріңізбен күнделікті сағат 1 мен 2-нің аралығында тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Білесіз бе? Жер бетінде бұл тағамды білмейтін халық жоқ. Құрамы өте оңай, әрі дайындалуы әмбебап келетін бұл асты түрік халқы дөнер деп атайды. Ал европалықтар болса оны өздерінің фастфуд, яғни тез әзірленетін тағамдарына қатты ұқсатады. Екі тістесеңіз болғаны, қалай жеп тауысқаныңызды сезбей қалатын бұл дәмнің дайындалуы да біз білмейтін ерекшеліктері көп дейді біздің келесі қонағымыз. Аспаз, ендеше қандай құпия болды екен, оның өзінен сұрап көрейік. Азиза Ералы келіп отыр. Азиза ханым, келіңіз. Азиза, тамаша есім. Қош келдіңіз, Азиза. Азиза бүгін бізде бағдарламамызға бірінші рет, алғаш рет қатысып отырған жайы бар. Жас аспаз. Бүгін біз көптеген тағамдардың түрін жасай алады. Азиза, бүгін біз, яғни үй жағдайындағы донер әзірлейміз. Үйде донер жасаймыз, иә? Оның құрамына бізде пияз, сәбіз, және де қызанақ, қияр, картоп, лаваш, ет, және де ірімшік үй жағдайында қосуға болады. Соусқа әзірлеу үшін бізге майонез, және де қаймақ, кетчуп, тұз, чеснок, және де қызыл бұршық қажет болады. Мен бүгін барлығы туралы тұр екен, сондықтан мен тамаққа жандарыңызда тұрып, жаңадай сұраққа жауап алып, жаңадай сұраққа жауап беріп деген сияқты сондай дүниелермен сізге көмектесіп тұрамын. Яғни барлығы туралы асқа мен бүгін араласпаймын. Өздеріңіз байқағандай басқа орамал да мені кимейміз. Ал енді біз бүгін дөнерді әркім үйде әрқалай жасайды. Негізі біреулері лавашпен бірге қосып жасап жатады, ал түрік халқы кейбір жерлерде оны лавашы бөлек, жаңағыдай еті бөлек, осындай көкөніс, жаңағыдай жеміс-жидектерін бөлек қояды, дайындап жатады. Біз бүгін бірге жасаймыз, араластырамыз. Яғни айта кететін болсақ, картоп, яғни фри, қияр, қызанақ, сәбіз, сосын ірімшік, қызыл бұрыш, сарымсақ, тұз, кетчуп, қаймақ екен. Енді майонезді біреулер ұнатып жатады, ал біреулер ұнатпай жатады. Онда тек қана қаймақ пен кетчупты араластырып салуға болады. Және тауық етінен, иә? Иә, тауық етінен. Негізі бұны құс етінен, және де тағы басқа еттерден де істей беруге болады. Үй жағдайында шұжықты да қосуға болады. Негізі донер ол түріктің ұлттық тамағы. Және сіз айтып кеткендей, жаңағы әртүрлі жасайды, бөлек-бөлек қойып қояды. Ол негізі ресторандарда солай істейді. Ал қазір осы жай жерлерде негізі түріктің тағамдарын аймаске? Иә, ұнайды. Адана деген тағамды білесіз бе? Қойдың етінен жасалынатын. Жоқ. Жақында ғана сол мемлекетте болған кезде өзім байқаған болатынмын. Өзім бір сол жерлерге бір әр жерге барған кезде сол елдің бірнеше түрлі тағамдарын рецептісін сұрауға тырысамын. Қолдан келгенше. Сонда Адана деген тағамды айтып өтейін, сіз жасай беріңіз. Мынау қойдың етін, жас мал бар ғой, жас қойдың етін жұп-жұқа қылып бүйтіп жаңағыдай ет тартқыштан өткізіп алады. Оған да жаңағыдай бұрышын қосады, тұзын қосады, сосын жаңағыдай үгітілген сухарик дейді ғой, нанды қосады да бір-бірін бүйтіп жаңағыдай жазып, оны бүйтіп екі бүктеп, лайнан екі бүктеп, ортасына жаңағыдай мангалды қойып, жақсылап тұрып оны былай бүйтіп шашлык пісіргендей қуырады екен былайнан. Кейін ол піскеннен кейін жаңағы мангалды бүйтіп суырып тастайды да, тамаша, жып-жұқа, өте дәмді соустармен берілетін сондай түріктің Адана деген тағамын үйренген болатынмын. Хабарласқан көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлемет, сіз тыңдап тұрмыз сізді? Алло, саламатсыз ба, қайырлы күн. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Аха, мен ана донер жайлы айтайын деп едім. Ол мысалға үй жағдайында жасасақ, біз оны үстіне өрнек салып, елімізде қалай ысытуға болады? Қалай ысытсақ? Үй жағдайында оны табаға салып, немесе қыздыру пешінде ысытуға болады. Ол кейбір жағдайда үстіне... Ау?
Ой, соны қалай істеймін? Сұрақ түсініксіз. Кешіріңіз, күйіп кетеді дейсіз бе? Алло. Алло, біз сіз тыңдап тұрмыз, е? Не істеу керек дейсіз? Қандай сұрағыңыз нақты? Өрнек, қалай жылытамыз оны, донерді? Түсінікті. Үй жағдайында. Жақсы. Жаңа айтып кеткендей оны табада немесе қыздыру пешінде жылытуға болады. Қыздыру пешінде біз оны 5 минутқа 125 градусқа қоямыз. Не болмаса табада? Екі жағынан 5 минуттан осы айырбастап. Май жағамыз ба, жақпаймыз ба? Жоқ, жақпаймыз. Ешқандай май жақпаймыз. Ысып тұрған табаға біз оны құрғақ күйінде бүйтіп қойып тастаймыз. Не болмаса ыстық пешіміз болса, мынандай бір пешке салып, оны табамызға қойып, жақсылап тұрып қыздырып аламыз. Оған көп уақыттың қажеті жоқ, бар болғаны бір 5 минуттың ішінде біздің дөнеріміз қыза түседі. Мына жерде төменде рецепті жазылған. Оны құрамы өте оп-оңай. Оны біраз бүйтіп жазып отырудың да қажеті жоқ. Үйде көбінесе қандай жеміс-жидектер бар, содан жасауға болады. Біреулер еттен жасап жатады, біреулер тауық етінен жасап жатады. Ал мысалға кейбір жандарға пияз мүлдем ұнамайды. Мысалға сол сияқты сарымсақ ұнамай, пияз ұнамай жатсам, оны мүлдем қоспауға да болады. Қоспауға да болады, Ол үй жағдайында болған соң өзіңізге ұнаған. Лавашты өзіңіз жасай аласыз ба? Иә, бұл лаваш кәдімгі қамыр, оған ұн, тұз, суды араластырып, илеп, оны жаңа табаққа майсыз қуырады. Сіз осы лаваш туралы бір қызықты бір жағдай айтып өтейін. Әрине, лавашты көп ешкім біле бермеді ғой бұрын соңды. Бізге жаңағыдай жаңадан келген тағам. Сонда бір студент бала Алматыға келіп, лавашты дөнерін ішіндегісін барлығын жеп-жеп, жаңағыдай лавашын қарап отырған екен де, біраз уақыттан кейін ағасы айтпаған ғой. Соны қарап отырғаннан кейін үндемей отырып, лавашты салфетка ретінде аузын сүрткенде лақтырып тастапты. Әрине, ол лавашты біреулері білсе, біреулері білмей жатады, ал қазіргі кезде ол танымал тағамның түрі болып кетті, солай емес пе? Кезінде, жаңа шыққан кезде, біз оны барлығымыз біле қойған жоқпыз. Сондықтан, сіз салфетка де ойлап қалмай, білмесеңіз, жаңадай көрмесеңіз, үйреніп алсаңыз болады. Бұның жасалу тәсілі де оңай сияқты, лаваштың. Жаңа айтып кеткендей қамырды илеп, оны майсыз қуырады. Қамырды қалай? Немен қос? Сумен? Су, тұз болды. Өзің ғана жұқалап тұрып илейсіз, жаясыз. Дөңгелектеп немесе төртбұрыштеп те болады донерге. Және де оны майсыз жаңа табада қуырамыз. Бүйтіп қуырып аламыз, екі жақ бетіне. Керемет. Негізі Анкарада салмағы 1 тоннадан асатын дөнер кебаб пісіріліп, Гиннестің рекордтар кітабына енген. Өздеріңіз байқағандай, дәл осындай рекорд 2011 жылы қайта жаңарды. Бірақ бұл жолы аспаздар дөнер емес, шаурма әзірлеп әлемді таңғалдырған екен. Айтай берсек, ондай қызықты ақпараттар өте көп. Біз бүгін үйде отырған қыз-келіншектер, қазіргі жеңгелер көріп отырған бізді аналар, айта кетейік, кешкі сағат 5-тің шайы деп жатамыз ғой. Сол 5-тің шайына жүрек жалғау деп айтайықшы. Сол жүрек жалғауларыңызға дөнер дайындалуда. Егерде қазір көптен дөнер дайындамаған отбасы болып жатса, осы тағамды лавашын дайындалу өте оңай, үйге өздеріңіз жасауға болады. Яғни су мен ұнды, тұзды сәл қосасыз да жұқа қылып жайып, кейін оны табаға екі жақты қылып қуырып аласыз. Қуырғанды жаңа пісіріп аласыз. Кейін ішіне қосатын дүниелерді өзіңіз үйдегі бар жеміс-жидектерді турап-турап салсаңыз болады. Әрине, кейбіреулері лавашты жаңағыдай етін, жеміс-жидектерін барлығын бөлек қылып, және де лавашын бөлек қылып тәрелкеге беріп жатады, иә? Ол енді өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Міне ішіне ірімшік те қосады екенбіз. Ірімшік жаңағыдай ыстық табаға барған кезде ол еріп, ериді. Және де өзінің ерекше бір дәмін береді. Бұл негізі ірімшікті үй жағдайында қосамыз. Ал былай жұмыс істегенде оны ірімшікті қоспайды көбінесе. Көп жағдайда. Біздің бір көрерменіміз сұрап жатыр, ірімшікті дейді.
қосқан кезде дәмі өзгеріп кетпей ме дейді, өйткені ол ериді ғой. Жоқ, өзгермейді. Өзгермейді. Лаваш Ештеңе етпейді, араластыра беріңіз, орай беріңіз. Жаңағы лавашымыз сынып кетпес үшін не істеу керек? Ол Мынаны бүйтіп. ыстық күйінде лавашқа ораған жөн болады. Ыстық күйінде, Қатып қалғандықтан ол осылай бұзылып қалады. Ештеңе етпейді. Оны біз қазір табаға саламыз. Бисмилля. Табаға салып, Қыздыру шкафына 125 градусқа 5 минутқа қоямыз. жақсы. 5 минутқа қыздыруға қойып қояйық. Кейін оның біз дайын болғанын көретін боламыз, е? Қандай түрін білесіз тағы да, дөнердің? Донердің Бірнеше түрі бар ғой оның. негізі оның етіне байланысты. Құс етімен, жаңағы сиыр етімен дайындалатын түрлері бар. Сол Басқа да. донер кебаб дейді. Ол негізі түрік түрінен аударғанда айналатын кебаб деген мағынаны білдіреді екен. Басқа балықтан, басқа түрлерін білесіз ба? Балықтан өзім көрмеппін. Көрген жоқсыз, е? Жақсы. Ендеше қазір мынау біздің алдымызда тұрған нәрселерін жасамаймыз ба? Мынау Екіншісі. Бізде тағы да дайын тұрған лавашымыз бар екен. Алып қойыңыз. Және де ол жұмсақтау сияқты, е? Иә. Істей берсек. Бірінші соусымызды құямыз. Соусқа біз кетчуппен тек қана қаймақты, не болмаса майонезді араластырамыз да, ішіне бұрыш және де сарымсақты қосамыз. Жаңағы сәбіз және де жуаны пиязды араластырып саламыз. Үстіне құс етін, Қызанақ. Қызанақты қосуға да болады, қоспауға да болады, өзіңіздің қалауыңыз білет, қияр. Және де фриді болды өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосуға болады. Жарайды, біз қосайық ендеше. Кішкене ғана қосып жіберейік. Әрине, ол үйде дайындалған картошка фри болса, тіптен жақсы. Ал дүкеннен сатып алудың оны қажеті жоқ. Неге десеңіз, оның майы біраз тұруы мүмкін. Ол картопты қанша уақыттан бері туралған кім біледі. Сондықтан үйде жасалынған картофельный фри болса, тіптен жақсы. Ой, керемет. Біздің екінші лавашымыз өте жақсы айналды. Оны пешке салып қояр. Керемет. Біздің жарнаманың уақыты да таяп қалған сияқты. Сәлден соң біз, құрметті көрермендер, сәнді әрі жылы тюрбанды бірге тоқып үйренеміз. Арна қосылы болсын.